Құстарға арналған, балапандарға арналған, үлкен құстарға, қаздарға, үйректерге арналған кормушкалар бар, поилкалар бар. Кормушкалар 1 килограмм мен 10 килограмм арасында үлкен құстарға арналған кормушкалар, бункерный кормушка дейді. 30 сантиметрлік, 100 сантиметрлік кормушкалар бар, бұлар балапандарға арналған. Напольный жерде тұрады, ыңғайлы барады да бастарын тығып жей береді. Ұзын болады бұлар. Вакуумный поилкалар 1 литр мен 10 литрдің арасында. Бұл поилкаларды алатын болсаңыздар өте ыңғайлы. Су шашылмайды, төгілмейді деген сияқты жерге қоясыздар, болмаса іліп қоясыздар. Бункерный кормушкалар бар, навесной бункерный кормушкалар бар, клеткеге арналған поилкалар бар, непильный, одинарный, двойной деген сияқты қаздарға, тауықтарға барлығына қатысты бұлар. Су жүргізетін трубалар мен пластик трубаларға қыстырып қоясыздар. Өздері тұтып жей береді, су шашылмайды, төгілмейді. Барлығы дұрыс болса, өте ыңғайлы. Су жағынан, жем жағынан жалпы аяу қалмайды бұл кормушка дегенде. Бір алдыңыздар, зато бірнеше жылға сізге қызмет етеді. Сынбайды, бұзылмайды, іші толып қалмайды. Бір жуып аласыздар, тап-таза қылып, қайттан бастайсыздар, қайттан бересіз жем суын деген сияқты. Құс шаруашылығына қатысты тауарлар, поилка, кормушка, инкубатор, брудер, клетка, тағы да басқа көптеген тауарлар құстарға қатысты сатылымда бар. Егер де іздесеңіздер, Қазақстан балық қаласына отправка бар. Хабарласыңыздар. Не дейміз? Бұлар документтермен бар, документтермен жасап береміз. Фискальный чек, накладной, шеф төресімен барлығын жасап бере аламыз. Егер документтермен іздеп жүргеніңіздер болса, өзіңіз іздеп жүрсеңіздер, сол документтермен құсқа қатысты тауарлар, онда сол мен видеоны сақтап қойыңыздар, немесе жаңа таныстарыңызға жіберіп қойыңыздар, алғысы келіп жүргеніңіздер болса, номерін беріп қойыңыздар, немесе тағы да басқа сұрақтарыңыз болса комментарий жазып отырыңыздар. Номерім керек болса, номерімді сұраңыздар, номерін беремін. Хабарласасыздар, Қазақстан балық қаласына отправка бар. Фурамен, егер де үлкен тауарлар болса, фурамен, жаңа автобустармен, микроавтобустармен, майда-шүйде тауарлар болса, онда таксимен жүре береміз. Ағайын, аман болыңыздар, хабарласыңыздар, Қазақстан балық қаласына отправка бар. Оптом, в основном бір тауар, енді тауардың көлеміне, бағасына байланысты сата береміз. Қазақстан балық қаласына отправка бар. Кәсіптеріңізге Аллах тағала берекесін берсін. Аман болыңыздар, хабарласыңыздар. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар ағайын. Жақсы барлықтарыңызға іске сәт.